Қайырлы кеш, құрметті оқушылар. Бүгін қазақ әдебиетінен сіздермен Мұхтар Мағауиннің Шақаншы шері романын талдайтын боламыз. Яғни осы роман бойынша тест сұрақтарын талдаймыз. Ендеше бастайық. Алғашқы сұрақ бізде Шақаншы шері шығармасының жанры қандай дейді. Бізде роман болады. Көлемді шығарма. Шақаншы шері романы. Енді осы романда қандай қызықтар бар, нелер талданады, қандай кейіпкерлер бар, сұрақтар арқылы жауап іздейтін боламыз. Келесі сұрақ. Мұхтар Мағауиннің Шақаншы шері романында бас кейіпкер трагедиясының басталған кезі дейді. Бұл жердегі бас кейіпкер бізде Шақан, оның трагедиясы бар, ол романның басында басталады. Қалай орын алды, немен басталды, қазір жауаптарын көрейік. Әуелі қамыс арасына көшіп келіп қонғанда дейді, жолбарыс көбені алғаш киген кезде, шөнжіктері бар жолбарысқа кезіккенде, нағашыларының ауылына келген кезде дейді. Қарап отырсаңыздар, шөнжіктері бар жолбарысқа кезігу ол шығарманың орта тұсында, яғни соңғы жақтарында орын алатын болса, нағашыларының ауылына келген кезде ол орта тұстарында кетеді. Жолбарыс көбені алғаш киген кезде ол кек алып жүрген Шақанның бейнесі болса, ал мынау қамыс арасында көшіп келіп қонған Шақанның трагедиясына ұшырауының бастауы болады. Қамыстың арасына көшіп келеді, үйге енді орнығып жатқан кезде трагедия орын алады, апат орын алады, яғни Шақан өзінің отбасынан айырылады. Қалай айырылады, не болады, оны қазір сұрақты талдау барысында біле жатамыз. Келесі. Шақаншы шері романында суреттелген кейіпкер кім дейді? Үзіндідегі кейіпкер шашы ерапайсыз өсіп кеткен екен, түйенің шудасындай иығына түседі дейді. Бірақ сабалақ емес, майлап, сәндеп, артына қайыра тарап қойған, екі иық алтынды желегі саудыраған, оқалы алақандай тақта. Омырау сары ала шынжыр, тіпті домалақ түймелерге дейін сары дейді. Енді қараңыздар, мына жерде үзіндінің өзінде әжептәуір бізге көмек беріп тұр. Ол шашы ұзын болса да, оның сабалақ емес, майланған, сәнделгендігі, артына қайырылғандығы, яғни сәнді, модаға сай қойғандығы. Одан кейін иықтарындағы алтынды желегі саудыраған, оқалы, яғни бізде кімдерде нені айтып тұр? Бұл иықта тұратын шенді айтып тұр. Алақандай көлемді. Омырау сарала шынжыр. Мына жерде орыстардың офицерлік киімінде шынжыр иіліп тұратынды, естеріңізде болса, Шоқан Уәлихановтың суретінде бар ол. Және домалақ түймелері дейді. Мына жердегі түймелері де сары дейді. Сөйтіп біз бұл жерден кімді таңдай аламыз? Қамыстың арасында жолбарыстарды өлтіріп жүрген Шақанды ма? Жоқ. Тілмәшта да ондай киім болмайды. Сәмен ол Шақанның қаза тапқан баласы, демек бізде төре қалады. Бұл бізде Шақанды тергеп жатқан кездегі төренің бейнесі еді. Және бұл төре. Келесі, Шақаншы шері романында жыртқыштың адамға шабуылдауының сыры неде? Адам мен табиғат арасында тепе-теңдіктің бұзылуы салдарынан ба, адам жегіш жолбарыстың ауыл адамдарына кезігуі салдарынан ба, адамдардың жолбарыс шөнжіктерін қырып жоюларынан ба, жолбарыс пен оның шөнжіктерінің аш болуы салдарынан ба дейді. Енді қарап отырсаңыздар, соңғы үш жауап барлығы бірінші жауапқа келетін секілді. Деталь болып, бірінші жауап соның барлығын жалпы түсіндіріп тұр. Адам мен табиғат арасында тепе-теңдіктің бұзылуы. Яғни Шақаншы шері бұл жерде бір адамның трагедиясын баяндалғанымен, ол жерде символдық байланыстар өте көп. Оны қазір сұрақтар барысында тағы да ашып жатамыз.
яғни адам мен табиғат арасындағы тепе теңдік дейді. Адамның өз эмоциясын басқара алмауы, адамдық қасиеттерін ұмытуы, яғни адамдық қасиетін кектің басып кетуі. Осының барлығы адам мен табиғат арасындағы тепе теңдіктің бұзылуына әкелді. Сөйтіп ішінде кегі бар жолбарыстың адамға шабуы, адамның да кек қайтару мақсатында қатыгездікпен жан жануарларды өлтіруі дейміз. Осының барлығы тепе теңдіктің кесірі. Келесі, Шақанның әйелі Ажардың қазасына себеп болған жағдай. Бағана Қамыстағы үйге келіп қоныстанады дедік. Осы жерде отбасынан айырылады дедік. Енді көрейік, соның ішінде Ажар, яғни әйелі қалай қаза тапты? Отын жинап жүргенде қамыстың арасынан аң тап берді ме? Баласын арашалау үшін жолбарысқа көсеумен ұмтылды ма? Шақанды құтқару үшін жолбарыстың астына түсті ме? Үй ішінде тығылып отырғанда жолбарыс басып қалды ма дейді. Шақан тірі қалады бұл опатта. Олар тығылмайды, жолбарыс кенеттен келе қалады. Сол кезде жолбарыстың алдына ең бірінші сәмен жолығады. Сол кезде сәменді құтқару үшін анасы ұмтылады. Яғни баласын құтқару жолында, арашалау жолында көз жұмады. Ал Шақан керісінше іс-әрекетсіз, қимылсыз қалады. Бұл қазір тағы сұрақ барысында келеді. Шақанның баласы Сәменнің ең соңғы сөзі не болды дейді. Қара гөр, көке, апа, таста мені. Мына жердегі қазір таңдайтын сөзіміз, ол жалпы Шақанның психологиясына қатты әсер етеді. Яғни оның қазір талдайтын сұрақтар барысында Шақанның неге ондай әрекетке барғандығы, неге сондай кек алу жолын таңдағандығы бізге көбірек көмектеседі. Бұл жерде апа деп айқайлауы мүмкін, көке деп айқайлауы мүмкін, құтқар деп айқайлауы мүмкін. Яғни апа дейтініміз анасы оны құтқармақ болады. Бірақ осы жерде Сәмен көке деп айқайлайды. Яғни әкесін көмекке шақырады. Бірақ әкесі қорқып іс-әрекетсіз қалады сол жерде. Сөйтіп құтқара алмайды отбасын. Әйел мен баласынан айырылғаннан кейінгі Шақанның іс-әрекеті не болды? Яғни жаназасы болады, туыстары келеді. Сол жерде нағашылары оны алып кеткісі келеді ауылдарына. Сол секілді Алатаудан келген ағайындары да бірге алып кеткісі келеді. Бірақ олардың барлығына Шақан бас тартады, барлығын шақыруларын. Жылын өткіземін дейді. Яғни осы қонысымда, Қамыстағы қонысымда қаламын дейді. Мұхтар Мағауиннің Шақан шер романында Шақанның өзін өлген адамға теңеу себебі неде? Көрейік. Өмірде отбасы болмағандықтан ба, әйел бала шағасынан айырылғандықтан ба, жолбарыс тұқымын құртқандықтан ба, жолбарысты өлтіре алмағандықтан ба? Бұл жерде бізге негізгі жауап болатын нұсқа ол Б нұсқасы. Ол әйел бала шағасынан айырылады, жай ғана айырылмайды, көз алдында айырылады. Шарасыз қалады. Сол үшін ол өзін өлдіге санайды. Ол монологында айтады, өзін өлдіге теңейтіндігін. Құбамергеннің Шақанға берген соңғы кеңесінің мәні неде? Дейді. Кек алу үшін мылтық қолдану ма, өткенге берік болып иесін жию ма, тез арада басқа елге көшіп кету ме, жолбарыстың көзіне тіке қарамау ма? Бұл бізде жаназасы болып жатқан кез, содан кейінгі сәт Құбамерген
шақанға ақыл айтады, тоқтау айтады, басу айтады. Және өткен іс өтті, енді ес жиып қайратты болу керек дейді. Яғни басу айтып жатыр қазалы адамға. Шақанның мен жапанда өскен торанға тұрған жерім шөл, мен жалғыз жортқан жолбарыс, төңірегім түгел жат деген сөздер арқылы сипаттайтын кейіпкердің бойындағы ішкі жай-күйі қандай дейді. Мен жапанда өскен торанға дейді. Мына жерде бізде метафора бар, иә? Торанғаға не тұр? Тұрған жерім шөл дейді. Мен жалғыз жортқан жолбарыспын дейді. Бұл жерде де метафора бар. Төңірегім түгел жат адам. Яғни адамдардың ішіндегі жалғызымын дейді. Осы жердегі ішкі жай-күйі не? Өзін жолбарысқа теңеп, айналасындағы адамдарға көрсеткен асқақтығы мен мақтанышын айтып тұр ма? Жалғыздық пен қасіреттің шегіне жетіп елден безген, өзін қоғамнан тысқары сезінген күйін айтып тұр ма? Шөл далада жаңа өмір бастауға деген үлкен ерік жігерін айтып тұр ма? Басқа өлкеге келіп, жат жердің табиғатына үйрене алмай жүрген уақытша өкініші ме? Мына соңғы жауапты біз алып тастаймыз, өйткені ол басқа жерге бармады дедік, сол қамыста қалды. Ешқандай мақтаныш сезім жоқ бұл жерде. Сол үшін А жауабы дұрыс жауап болмайды. Жаңа өмір бастауға деген үлкен ерік жігерін жинады ма? Қазадан кейін ондай жаңа өмір деген болмады. Ол жалғыздық пен қасіреттің ішінде қалды. Отбасынан айырылды, жалғыз қалды. Сөйтіп қасіреті бар ішінде, елден безіп қамыстың арасында жүр, және қоғамнан тысқары қалды. Оның өмірлік миссиясы ендігі жолда басқа. Ол отбасынан айырған жаратылыстан кек алу. Осы жолда қоғамнан тысқары қалып өмір сүрді. Шақанның әкесінің есімі кім дейді? Құба мерген ба, Саурық батыр ма, Масақ берген ба, Қара батыр ма? Бізде мына екі кейіпкердің есімі ерекше келуі мүмкін, шатастыру мүмкін. Масақ мерген Шақанның әкесі ретінде айтылады, ал Саурық батыр осы Масақ мергеннің үзеңгілес болып бірге әскерде болған, соғыста болған кейіпкер ретінде бейнеленеді. Яғни турасын айтсақ, Масақ мерген Саурық батырдың жасағында болған адам. Келесі Шақан шер романында шөлде қалып өлім аузында жатқан Шақанды аман алып қалған себепті көрсетіңіз дейді. Кенеттен бұлт үйіріліп нөсер жаңбыр жауа ма, торанға ағашының діңінен тамшылаған шіріне ме, оның шөлін қандыратын үлкен келесті, яғни кесірткені өлтіріп қанын іше ме, жолбарыстың су ішетін жасырын бұлағын тауып ала ма дейді. Бізде бұл сюжет, бұл үзінді мектеп баспасында, ата мұра баспасында айтылады. Яғни Шақан бізде жолбарыстың су ішетін жасырын бұлағын тауып алып, сол жерден шөлін қандырып аман қалады. Келесі Шақан жолбарыстарды аулағандағы оның негізгі қаруы не болды? Ұзын болат найза ма, білтелі қара мылтық па, аққулы қанжар ма, қайыңнан жасалған садақ па дейді. Бізде оның негізгі қаруы қара мылтық. Келесі Шақан шер романында адамның аруағы асқар таудан да биік. Кісінің қаһарынан ықпайтын жыртқыш көрмедім. Хайуанат атаулы жан үшін тамақ үшін алысады, ал кісі ұлының керегі басқа. Деп адам мен хайуанның ара жігін ажыратып беретін кейіпкерді көрсетіңіз дейді.
Бұл маңызды эпизодтардың бірі осы роман туралы. Өйткені адам бар және хайуан бар. Осы хайуан мен адамның арасындағы айырмашылық не деген ойды ашып жатыр. Қай кейіпкер арқылы ашып жатыр? Ол Құба мерген арқылы ашады. Яғни бұл жерде адам не үшін жауын өлтіреді, не үшін жан сақтауға тырысады, немесе хайуан не үшін жауын өлтіреді, не үшін жан сақтауға тырысады. Екеуінің қажеті бөлек, екеуінің жаратылысы бөлек, екеуінің қалауы бөлек, екеуінің және қажеттілігі бөлек. Біреуінде рухы бар, біреуі тәнін сақтайды. Шақан өлтірген жолбарыстардың саны бізде үзінділеріміздің, яғни мектеп баспасындағы үзінділеріміздің соңында айтылады. Шақанның монологында оның саны 35 дейді. 35 жолбарысты өлтірген екен. Шақанның соңғы өлтірген жолбарыс шөнжіктеріне жасаған әрекеті негізінде оның мінезінен көрінетін өзгеріс дейді. Жолбарыстарға деген аяныш сезімі ме, аңшылық заңдарын қатаң сақтау ма, табиғатты қорғауға деген ұмтылысы ма, мейірімсіздікпен жүрегінің қатайғаны ма. Енді қараңыздар, мынандай бір сұрақ типі, бұл сұрақты білу үшін ол жерде не орын алғандығын білу керек. Яғни мына жерде Шақанның соңғы өлтірген жолбарыс шөнжіктеріне не істеді? Осыны біз білуіміз керек. Шығарманы оқып, ол жерде білесіздер, шөнжіктерді ағашқа соғып өлтіреді, ағашқа ұрып өлтіреді. Осы жерде нені байқаймыз? Шақанда өзгеріс болған, ол өзгеріс мейірімсіздікпен жүрегінің қатайған, яғни осы кек сезімі, кек қайтару деген нәрсе Шақанның мейірімін өшірген екен. Жауабымыз да болады бұл жерде. Бағана айттық, шығарманың басында баласының ең соңында көкеді байқалағандығы және құтқара алмағандығы, жолбарыстың отбасын жыртып тастағандығы денелерін, осының бары Шақанға сондай әсер еткен. Келесі Шақан шері романының сюжетіне сай дұрыс реттілікті табыңыз дейді. Бұл жерде Қосаяқ Шақан, қайғыдан қан жұтқан Шақан, Меңсұлу мен Шақан, Шөнжік пен Шақан деген сюжеттік желіс берілген. Ең бірінші қайғыдан қан жұтқан Шақан болады. Қамысты үй бөлімінде отбасынан айырылған, қайғыдан қан жұтқан Шақан, яғни 2. Демек бізде қалғандары келмейді. Одан кейін Меңсұлу мен Шақан, яғни Атабектің ауылына барған кезде Меңсұлуды кезіктіріп, олармен арасындағы сезім оянады. Және Шақанның шөнжіктермен жолығуы орын алады. 2 бөлімнің 6 тарауларында. Және ең соңында Қосаяқ Шақан ұғымы. Яғни Қосаяқты жыртқыш бейнесіндегі Шақан. Келесі. Мұхтар Мағауиннің Шақан шері романының көркемдік құндылығы не? Табиғаттың тылсым күштерінің зерттелуі ме? Адам мен табиғат қасіретінің үйлесімділігі ме? Адамның табиғаттан ерекше қуат ала білуі ме? Жануарлармен тілдесудің сиқырлы сыры ма дейді. Енді бағана айттық, бұл жерде астарлы мән бар, символ бар. Бұл жерде де дәл соның бір айғағы болып тұр. Жауабымыз Б болады. Адам мен табиғат қасіретінің үйлесімділігі дейді. Неге десеңіз, экологиялық тұрғыда сол жерде, яғни оқиға орын алып жатқан жерде
өзендер тартылып, айнала шөлге айналады. Елдің берекеті қашады. Бұл біріншіден табиғаттың қасіреті болса, екіншіден сол замандағы отарлау кезіндегі халықтың берекетінің қашуы, халықтың қасіреті орын алады. Яғни бұл бір үйлесімділік болса, екіншісі жолбарыстың шөнжіктерінен айырылып бір қасірет шегуі болса, екіншіден шақанның отбасынан айырылып қасірет шегуі. Бұл да бір қасіреттердің үйлесімділігі болып тұр. Табиғат пен адам қасіретінің үйлесімділігі. Келесі сұрақ: сюжеттік желісіндегі ең басты трагедиялық ұқсастығы бар шығармаларды анықтаңыз дейді. Прописка әңгімесі, Шақан шер романы, Құлагер поэмасы, Көксерек әңгімесі, Қаһар романы, Бесатар повесі. Бізде қалдырып жатқан шығармамыз Шақан шері романы. Бұл жердегі трагедия перзентін, баласын, отбасын жыртқыш жануардың өлтіруі болса, осы шығармамен ұқсас келетін шығарма ол Көксерек әңгімесіндегі трагедия. Яғни Құрмашты Көксеректің мерт етуі. Осы трагедиялар ұқсас болып отыр. Және соңғы сұрағымыз: мен бар екем деп ойлады. Бар екем, көрім қазылған жоқ, атым өшкен жоқ. Сонда қалай? Жоқ, мен өлгем. Мен алдымен баламды, содан соң әйелімді өз қолыммен ажалға бергенмін. Көз алдымда жегіздім, өзім жедім, содан соң өлдім дейді. Бұл бағана біз айтқан Шақанның монологы. Яғни оның өлдіге санауының себебі осы еді. Енді біздегі сұрақ бұл жердегі: көркемдеуіш құралды табыңыз дейді. Мына жердегі теңеу дейді, метафора, градация, егіздеу. Қарайық. Атым өшкен жоқ, сонда қалай? Жоқ дейді. Мен өлгем дейді. Мен алдымен баламды, содан соң әйелімді өз қолыммен ажалға бердім дейді. Көз алдымда жегіздім дейді. Жай ғана ажалға берген жоқпын. Көз алдымда жегіздім дейді. Өзім жедім дейді. Содан соң өлдім дейді. Бұл жерде бір дамыту бар, ойды дамыту бар. Оның өлген деген ойдың ары қарай дамуы осылай орын алып отыр. Не үшін ол өзін өлдім дейді? Өйткені ол баласын өз қолымен ажалға берген, әйелін өз қолымен ажалға берген, көз алдында жегізген, оны өзі жегендей сезімге келіп тұр. Және одан кейін өзін өлдіге санап тұр. Бұл жерде градация бар. Осындай көркемдеуіш құрал арқылы Шақанның психологиясын бізге, яғни оқырманға Мұхтар Мағауин осылайша жеткізіп тұр екен. Осымен бізде Шақан шер романын талдау аяқталды. Келесі талдауларда көріскенше сау болыңыздар.